дермантинмен тысталған диванның үстіне әкеліп отырғызды да жүзіме таңдана қарады. Сонан соң асып-сасып телефонға жүгірді. Алло, жедел жәрдем. Маған қалғанның бәрі түс сияқты. Ауруханада 1 ай 15 күн жаттым. Бала күнімде өкпеме суық тиіп ауырған болатынмын. Сол сырқатым құлан таза айығып кетпей, сәл салқын тисе қайта-қайта қозып, жиі ауруханаға жіпсіз байлап қоятынды. Құланның қасуына мылтықтың басуы дөп келді. Сол түнгі ызғарлы жел мен қарлы жаңбыр мені мұрттай ұшырды. Мен ауруханада 1 айдан артық жатқанда, халімді білуге қарлығаш бір-ақ рет келді. Алғаш қарлығаш келген күні менің қуанғанымды көрсеңіз. Жанымды қинаған сырқатымды да ұмыттым. Тіпті іштей ауруханаға түсіп қалғаныма қуанғандай болдым. Кеудің шағама деп сұрады қыз мұңайып. Уколдарға үйрендің бе? Бірдеңе көксейсің бе дейді. Құдды тәтемнің сөзі. Мектепте оқып жүргенде де ауруханаға талай жатқам. Сонда тәтем бауырына басып отырып, осылай деп сұрайтын. Ой Алла, осындайда ұқсастық болады екен. Қарлығаш қимай қоштасқан. Сарғыш күрткесінің түймесін тырнақштап, әлдебір сөздерді қиналып айта алмай тұрды. Ертең күт, деді, келемін. Неге екенін кім білсін, Қарлығаш ертеңінде келмеді. Бүрсі күні де келмеді. Одан арғы күні де 1 ай 15 күн бойы төбесін көрсетпеді. Мен күтумен болдым. Жасын ойнап жарқ еткен жанарыңда, жалыныңмен жандыра қарадың ба? Жұлдыздайын жымыңдап, жырақтадың, жалғыз тастап махаббат аралына. Жетемін деп қалайда қарманамын, өзің болып шырқайтын арман әнім. Үміттейін үзілмес алтын жіппен, жүрегімді жұлдызға жалғағамын. Ауруханада туған алғашқы өлеңім өзіме әлі күнге сондай ыстық. Жазып біткен бойда жаттап алдым. Жатсам да, тұрсам да, осы 2 шумақ өлеңді іштей қайталаумен жүрдім. Енді мұны қалайда Қарлығашқа оқытқым келеді. 1 күн күттім, келмеді, 2 күн күттім, келмеді. 3-ші күні шыдамым таусылып, өлеңімді бір парақ қағазға қайта көшіріп жазып, конвертке салдым да, апарып почтаның жәшігіне тастап келдім. Қарашаның қара қатқақ күндерінің бірі, сыртқа ұлыған жел. Қарадай қалтырайсың. Арса-арса ағаштарға, түнерген аспанға, аялдамаға қарай бүрсең қағып, безіп бара жатқан адамдарға көзің түссе, көңілің құлазиды. Ананы ойлайсың, мынаны ойлайсың. Жүрегіңнің басында ып-ыстық әлдене толып тұрғандай күрсіне бересің. Кең дәліздің бойымен аңқысыңқ етіп, ілбіп басып, әрі-бері өткен ауруларға, қамыға, бор кеміктей үгітіле қарайсың. Тәттіге үймелеген шыбындай маған күйреуге үйірсек, түнде де талайға дейін дөңбекшумен жатамын. Таң алдында көзім ілінсе болды, шым-шытырық түс көремін. Түсімде ылғи жарасқа шөлмек ала жүгіремін де, құлаштап ұрсам шөлмегім тас мүсінге тиіп күл паршасы шығады. Кейде басы әсем гүл, қалған денесі қаншық итке айналған құбыжық соңымнан қуып жүреді. Аяғым сазға батқандай еркіме көнбейді, сүрініп жығылып, қаша алмай жүргенім. Көзі боталап, маған көп қарайтын медбигі қыз хат алып келгенде тағы да өлең жазып отыр едім. Хат Қарлығаштан келіпті. Қуанғаным сонша жүрегім атқақтап, палатаға сыймай кеттім. Хатты ашуға бір түрлі көңілім дауаламады. Жүгіріп далаға шықтым. Өткір ызғар бетімнен осып өтті. Сонда да дәрі сасыған ауруханаға кіргім жоқ. Тынысым кеңіп сала берді. Ел көзінен оңашарақ бір ықтасынға барып хатты сүйіп алдым. Хатты ашқанымда ішінен 4 бүктелген қағаз шықты. Қап қалың, ерінбестен бір түн отырып жазған екен. Мені шын сүйеді. Шаттықтан құлындай ойнақтауға шақ тұрмын. Қолым сәл дірілдеді. Қағаздың
бүктеуін жазған кезде ішінен күлдей ұсақ хат жыртындылары шұқшиып оқи бастадым. Менің жазуым: мәссаған, мынау қарлығашқа арналған өлеңім ғой. Біреу төбемнен мұздай суды құйып жібергендей тітіркеніп кеттім. Дар айырылып, парақша болған өлеңімді ұйтқыған жел сумақы тілімен жалапты да өтті. Ұсақ жыртындылар алғашқы қардай шыр көбелек айналып ауада ұшып бара жатты. Осынша дәулеттің иесі кім екен деп таң-тамаша болып отырған шығарсыздар. Жарқын, деп Нұргүл сәл бөгеліп қалды. Қолындағы бокалының ернеуін сипалап тұрып, жеңіл ғана күрсінді. Үй менікі болғанымен, дүниені жиған мен емес. Шешем марқұм, 50 жасына дейін тірнектеп жиғандары ғой. Бұдан 2 жыл бұрын Ауғанстанға әскери қызметін өтеп жүрген жалғыз бауырымнан қаралы хабар алған күні онсыз да жүрегінен науқас еді, инфаркттан кетті. Шешемнің жылын өткізе салып, бір татар әйелінің соңынан әкем де кетті. Содан бері жалғызбын. Асиямен де танысқаныма көп бола қойған жоқ. Кәсібім саудагерлік. Сіздер алып-саттар дейсіздер, біздер бизнесмен дейміз. Асияны да соған баулып жүрмін. Бұдан бұлай 120 сомға бола 8 сағаттан ессіздер ғана қияды. Уақыт ақша. Батыстың осы асыл сөзін құлаққа ілетін уақыт жетті. Біздің қазақ қыздары бизнес жолындағы қадамдарына гүл бітсін деп осы тосты алып қояйықшы. Бокалдар сыңғыр-сыңғыр, күлкілер сылық-сылық, қылық-қылық. Жол жаққа қараймын, сен жоқсың арайлым. Ал адамдар күліп бастап өмірін. Ән салған боп отырмыз. Нұргүл мен Әсемгүл бір сөз айтады да күледі, айтады да күледі. Бәки қызара бөртіп алған. Гитараны ар-бұр еткізіп ұрады. Менің көз алдым бұлдырай бастады. Бағанағы алай-дүлей сезім басылайын деген. Сылдыр-сылдыр бокалдарды соғыстырып жатырмыз. Шыр көбелек айналып билеп жүрміз. Ал адамдар күліп бастап өмірді. Бір кезде көз алдымда күлімсіреп қарлығаш елестеді. Қайта жабырқау ой иектей бастады. Мен тілек айтамын, дедім аяқ астынан сөйлегім келіп шабыттанып. Бокалдарыңызды толтырып қойыңыздар. Бәки, сөзді бөлме. Отыр. Жаңа ғана айтсам несі бар? Тағы айтам. Нұргүлжан, бүгінгі құрметіңізге рахмет. Жақсы отырдық. Сіздей сұлумен танысқаныма өте қуаныштымын. Сіз қалай десем екен? Баян десем бекен, жібек десем бекен. Бәки, отыр. Әл айтып біткен жоқпын. Әсемгүлмен де қайта танысқаныма өте қуаныштымын. Әсемгүл менің қандай жігіт екенімді жақсы біледі. 30-ға келгенше неге үйленбей жүргенімді де біледі. Бәрін біледі. Бәки, қой, сөзді бөлме. Айтпай бәрібір отырмаймын. Әстай, ғажап әйел ғой. Әстай, қалай десем екен? Менің жүрегім парша-парша. Әсемгүл орнынан ұшып тұрды. Жарқын, келші, достығымыз үшін ішейік, деп бокалын ерніне апарып қойып, коньягын бір тамшысын қалдырмай ішіп қойды. Менің әлі де біраз ескім келіп тұр. Әсемгүл бұрала басып келді де бокалды қолыма ұстатты. Неге достығымыз үшін де, мақсатымыз үшін де, жастығымыз үшін де, қастығымыз үшін де ішемін дедім. Жарқын, жүрші, сөйлесейік, деді Әсемгүл қолымнан тартып. Саусақтары мап-майда, жүзі балбыл жанып тұр. Көзім мені сүй деп олжыған қаймақ ерінге түсті. Әсемгүлдің көзі көңілді, бүкіл жан тәні мені кеш бойы өзіне магниттей тартумен болған. Бастапқыда сүреңсіз күздегі сол бір сұмпайы оқиға есіме түсіп, кербез келіншекке зығырданып, қайнап отырған бірте-бірте
коньяк қызуы ма, жоқ әлде соңғы кездері пайда болған ақылға ерік бермей кететін есірік сезімнің қуаты ма, кеудеме қатқан мұң бірісін еріп, санамды пендешілік құмарлық жаулай бастағанды. Қолынан қаққаным жоқ, неге екенін қайдам, тартынғым келмеді. Келіншектің белінен қапсыра құшақтап, қараңғы бөлмеге еніп кеттім. Түн ортасынан ауған уақыт. Жарқын, деді көрпесін серпіп тастап кеудеме басын қойған Әсемгүл аса бір риза, мүләйім дауыспен. Шаршадың ба? Қандай қайрат дедің? Мен сені мұндай деп ойламап едім. Мен өлердей қаталап жатырмын. Таң біліне бастады. Біз әлі ояумыз. Жарқын, қарлығашты азғырған мен едім. Кешір. Сұрап болмадың ғой, шынымды айтайын. Тастанға сүймей қосылғам. Ойым сенде еді. Бірақ сен жасық едің ғой. Жақсы көретініңді білдім. Қайтейін, 18-дегі қаймағы бұзылмаған қызға ұяң жігіттен гөрі тастандай пысық жігіт керек болды. Сенімен жүру маған өте көңілсіз еді. Үндемейсің, анекдот айтып күлдіруді, биге, киноға шақыруды, күтуді білмейсің. Оның үстіне киіміңде жұпынылау болатын. Жетім өскеніңді білсем де, іштей жақсы киінсе ғой деп ойлаушы едім. Тастанға тұрмысқа шыққанда барып, шалыс басқанымды сездім. Сені сүйеді екенмін. Мен Әсемгүлдің бұл сөзіне сенген жоқпын. Мұндай әңгімені талай еркекке айтқан шығар. Күйеуім әскерге кеткен соң, ананы мынаны сылтауратып, жатақханаңа көп барып жүрдім. Есіңде ме? Бірақ сен ештеңені де түсінбедің. Ол кезде бала едің ғой. Шын сүймеген адамды күту деген қиын екен. Шыдамадым. Сені қарлығашпен таныстырған мен артынша қатты қызғандым. Өйткені сен де ол да бір-бірлеріңді шын ұнаттыңдар. Өзің бақытсыз болып жүргенде өзгенің бақытын көру өте ауыр. Оның үстінде күтпеген жерден анандай жағдай болды. Сен ауруханаға түсіп қалдың. Мені атарға оғың жоқ. Жаным қатты қысылды. Тастанға айтпағаныңмен қарлығашқа бірдеңені қоңырсытып жүруің әбден мүмкін. Ол біздің ауылдың қызы. Қаншалықты салмақты, ақылды қыз дегенмен де, бірде болмаса бірде құрбыларына сыр шашып қоюы ғажап емес. 30 түстен шыққан сөз 30 рулы елге тарайды деген. Ауылға сөз жетсе, қара бет болғаным ғой. Ақыры ойлап сені үйленген жігіт дедім. Келіншегі ауылда, бірақ сүймей қосылған екен. Бір баласымен тастап, саған үйленбек дедім. Қарлығашты сендірдім. Намысты қыз ғой. Қайтып сенің бет жүзіңді көрмей кетті. Жарқын, үй жарқын, ұйықтап қалғансың ба? Сен тыңдап жатыр деп өзімше әңгіме айтып жатсам, еркектер осы шаруасын бітірсе болды. Ойлайтындары ұйқы. Мен тіл қатқан жоқпын. Алагеуім, сұрқай күздің сылбыр жаңбыры әлі жауып тұр. Жалғыз қайтып келемін. Жол тайғақ. Бұйра қара түтінін лоқ-лоқ құсып, қасымнан дәу камаз өтті. Кәпірдің есінің жаман-ай. Денем дел сал, көңілсізбін. Қарлығашты айнытқан Әсемгүл екенін бұрыннан ішім сезетін, болжамым дәл шықты. Әсемгүл есіме түскен сайын сығырданым қайнап кетуші еді. Бұл жолы алғаш рет салқын ғана ойладым. Ішімдегі қыз-қыз қайнаған оттың қайда кеткенін білмеймін. Жаңбыр әлі жауып тұр. Қалтырап кеттім. Артымнан ызғарлы жел білінеді. Бұдан 10 жыл бұрынғы дәл осындай сұрқай күзгі жайсыз оқиғаны есіме де алғым келмеді. Ол кезде неткен аңғал, неткен таза едім. Қазір одан сорақысын көрсем де көңілім селт етпейтін шығар. Мен күнәһармын, дедім ішім ескі диірмендей ұлып. Бірақ бұл бұдан 10 жыл бұрынғы шүбәсіз таза күрсініс емес,
алдамшы, сәттік қана жалған ақыру еді. Айналамдағы күнәға белшесінен батқан тірліктің 7 атасын жездей қақтап боқтағым келді. Бірақ маған енді бәрібір дедім. Не өкініш емес, не ыза емес. Түсініксіз сезім кеудемді тырналап келеді.